Тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатындағы Қобыланды батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын Ержан Ахметовтың шаңырағынан қабыл алып, сот төрелігі институтында бірге оқыған досым Әсет Рапихтың отбасына жолдаймыз. Қараман естіп бұл сөзді тоқтамайды табаны, қарлыға менен қараманды ілгері қарай жөнелтіп, жолын тосып көбіктінің Қобыланды жалғыз қалады. Жылқыны қуып барады, бір құдайға тапсырып, Қобыландыдай баланы қисайған оғын түзетіп, көбікті қашан келер деп, Қобыланды тосып тұрады. Қашып барып көк бесті, қалаға барып еніпті, естіді дүбір көбікті. Ат барғасын желікті, кеткенін қыздың білген соң, қаһарланып көбікті. Көк бесте атқа ел сарды.